Muhammed пайғамбарға Алла тағала және оның бүкіл періштелері сәлем салауат айтып жатыр дейді. Ана қараңыздар. Алланың білеміз енді, Алла тағала жалғыз, бірақ періштелер ше? Періштелердің саны бар ғой. Оған сан жетпейтін шығар, жер бетіндегі біздің санау құралдарымыз жетпейтін шығар. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады. Жердегі қағба сияқты көкте Бәйтул Мағмур бар дейді. Періштелердің тауаф қылатын жері бар дейді. Сол жерде бір күнде 70 мың періште не істейді? Тауаф қылады, шығып кетеді дейді. Кейін екінші күні екінші 70 мың келеді дейді. Ол ана кеткен 70 мың қайтадан не істемейді? Келмейді дейді. Ана қараңыз. Жаратылыс басталғаннан бастап қиямет күніне дейін есептей беріңіз ал. Оның бер жағында жаңбырдың тамшысын алып түсетін періште, желдің періштелері, жаңағы не бар? Қардың періштелері, адамды қорғаушы періштелер, буының қимылдататын періштелер. Кераман катибин бар, екі жақтағы жамандық жақсылық жазатын, дұрыс па? Періштелердің санын Алладан басқа ешкім білмейді, бірақ сол бүкіл періште кімге салауат айтып тұрады дейді? Ана қараңыздар. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып тұрады дейді. Көрдіңіз бе, қандай ұлы ғибадат. Барлығы болғаннан кейін енді кімге келіп жатыр? Бізге келіп жатыр Алла тағала. Я аyyuhalladina аману, ей иман келтіргендер. Саллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Сендер де пайғамбарға салауат айтып дейді, және сәлем жолдап тұрыңыздар дейді. Ана. Саллаллаху алейхи деп қойып қойма дейді. Уасаллам деген сөзді қос дейді. Толық қылып айт дейді. Қалай? Саллаллаху алейхи уасаллам деп толық қылып айт дейді Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар осы жердегі сырды. Алланың салауаты не ол пайғамбарға? Дұрыс па? Алла тағала салауат айтып жатыр деп жатыр, Алланың салауаты не пайғамбарға? Алланың пайғамбарға берген бүкіл нығметі қиямет күніне дейін алып қойған нығметтерінің барлығы сол салауат екен. Дұрыс па? Қандай нығмет? Бір жерде, жер бетінде пайғамбардың мұсылмандар өмірбаян айтпайтын жер бар ма? Жер бетінде. Пайғамбардың өмірбаян айтпай бірден тәпсірге кіретін жер бар ма жер бетінде? Түсінбейсің. Пайғамбардың өмірбаянын білмей, басқа исламның ілімдерін түсінбейсің. Тәпсір керек па? Пайғамбар саласың, өмірбаян білмейінше қай сүренің қаяқта түскен білмейсің. Не себепті түскен де білмейсің. Көрдіңіз бе? Бүкіл ілім неге байланады?